кеңес орта мектебі жанынан 2009 жылы 22 наурызда Кәусар қазақ ұлттық мәдени орталығы ашылды. Орталықта айғаным әжелер вокалы ұйымдастырылды. Ұлттық орталықтың құрылуындағы негізгі мақсат қазақ халқының салт дәстүрлері, әдет-ғұрыптарын кейінгі ұрпаққа саналы түрде жеткізу. Музей елдің рухани қоры, мәдени мәйегі, яғни ұлттық кодтың қоймасы деуге болады. Мұражайда кеңес ауылының ежелгі тарихы, ерекше этнографиясы, осы өлкеге ғана тән қайталанбас тарихы, белгілі тарихи тұлғалар туралы кең мағлұмат беретін жәдігерлер осында сақталған. Мұражайдың ашылуына ауыл тұрғындарының қызу қолдауы оқушыларға білім тәрбие берудегі қажеттіліктің басты себебі болды. Мұражайдың ашылуы 19 жыл мектебімізді басқарып, бүгінгі күні зейнеткерлікке шыққан Базарбекова Балапан Қайнашқызының бастамасымен мектеп ұжымы, оқушылар аз уақыт ішінде ауыл тұрғындарынан көне бұйымдар жинап, мұражайымызды құнды жәдігерлермен толықтырды. Тас термен, шоғытік, тал бесік, астау, көбі, ат әбзелдері, қолөнер бұйымдары тағы басқа да жәдігерлерге толы. Бүгінгі күні мектебіміздің директоры Мұхаммедин Сырым Қойшыбайұлы мұражай ұлтымыздың рухани ошағы ұраны мен мұражайдағы жұмыстарды жандандыру, жаңғырту, жәдігерлерді толықтыруда бастама жасауда. Мұражайда жиналған жәдігерлерді түрлі блоктарға бөліп топтастырылды. Бірінші, ел іші өнер кеніші, ұрпақтар ұмытпайтын ұлы жеңіс, мектебім аяулы мекенім, шежіре көненің көзі, ауылым алтын бесігім, қазағымның салт дәстүрі, ауылдың құрметті азаматтары. Мұражай жұмысының оқу тәрбие барысында оқушыларға берері мол. Өзінің шыққан тегін біреуге, білуге, туған жерін, елін сүюге тәрбиелейді. Сондай-ақ халқымыздың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын қастерлеуге үйретеді. Елден шыққан белгілі азаматтар туралы көп мол деректер береді. Мамыр мерекесіне орай қазағымыздың дәстүрі немеремізді бесікке салу рәсімін бастаймын. Бесікке салмас бұрын бірінші аластап аламын. Бисмиллахи деп. Алас, тіл көзден алас. Тілдің тілінен сақта, көздің көзінен сақта. Алас, тілден сақта, көзден сақта. Бисмиллахи. Аластап аламыз бірінші. Немеремді бесікке салайын. Бисмиллахи деп салып, ұйқысы тыныш болсын, таза жатады бесікте. Ұйықтатайық. Әлди, ақ бөпем, елеңіз аңшы болсын деп тері жабайын. Жылама бөпем, жылама, жілік шағы берейін, байқытаның құйрығын жіпке дізіп берейін. Әй бөпем, әй бөпем, әй бөпем, әй бөпем. Атқа мінер үлкен азамат болып өссін, немереңіз. Мен айтқаным келсін. Ағыма кигенім бұлғар етіп сәулем ай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулем ай. Жақсы болсаң келесің судан өтіп сәулем ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басындағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Ағынан да алманың көгі жақсы сәулем ай, барынан да жаманның жоғы жақсы сәулем ай. Bir söz aytsam jamanға теріс қара
жасындай балқыған қайран жасым сәулем ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әулемсің. Сәулем, сәулем, сәулем